Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және осы видеода сіздер Хаширама мен Минатоның арасындағы мықтының кім екенін білетін боласыздар. Және бір жағынан Хашираманың фанаттары Хаширама мәңгілік мангекёсы мен курамасы бар Мадараны жеңген қайдағы Минато деп айтуы мүмкін. Ал екінші жағынан Минатоның фанаттары Минато ең жылдам шиноби, ол Хаширама бір нәрсе істеп үлгермей тұрып оны жеңеді, қайдағы Хаширама деп те айтуы мүмкін. Бірақ маған сеніңіздер, барлығы сіздер ойлағаннан күрделірек және қызығырақ. Сол үшін ең алдымен мен сіздерді Хаширама мен Минатоның күштерімен таныстырып, ал содан кейін сіздерге теориялық шайқас сценарийін ұсынамын. Ал кеттік. Видеоны авторлардың сөздерінен бастайын. Олар Минато әлемде барлық уақыттарда дүниеге келген шинобилердің ішіндегі ең дарындыларының бірі болған деп айтады. Минато тарихта ең жылдам шиноби болып есептелген және оның уақыт пен кеңістіктің арасынан орын ауыстыру нинджутсусынан бөлек өз жылдамдығы да тым жоғары болған. Мысалы, Минато қарсылас қолымен белгілер жасап бітірмей тұрғанда ол өз нинджутсусын аяқтап үлгеретін, немесе ол сенсор шинобилер оны байқап үлгергенше оларға соққы беріп үлгеретін, және Минато өз жылдамдығының арқасында үлкен қашықтықты аз уақыттың ішінде еңсере алатын. Минатоның чакрасының көлемі де орасан зор болды. Одан бөлек Минатоның өзі керемет сенсор болатын және ол өз чакрасын өте жоғары деңгейде бақылай алатын. Ал Минатоның гамма-бунтаны шақыра алуын және Расенганды ойлап тапқанын менсіз де жақсы білесіздер. Және Минато Миябоку тауында сенжутсу чакраны игерген және оның сенин моды Нарутоныкіндей толыққанды сенин моды болып есептеледі. Ал қаза тапқан уақытында Минато өз ішіндегі кураманың ин бөлігімен байланыс орнатып, курама модты да игерді. Курама мод арқылы ол жаңа дене бөліктерін және биджудамаларды қолдана алады. Одан бөлек ол курама мод арқылы өзінің басқа нинджутсулардың күшейтілген түрін қолдана алады және өз ақылы мен интеллектінің арқасында Минато қарсыластың нинджутсуларының сырын тезірек ашып, аз уақыттың ішінде қарымта соққыны ойластырып үлгереді. Одан бөлек Минато өлім құдайы, яғни Шинигамиді шақырту арқылы өз қарсыластарын мөрлеп тастай алады. Бірақ ол нинджутсуды қолданса, Минатоға өз жанын да құрбан етуге тура келеді. Минатоның басқа кішігірім ұтымды жақтарын мен шайқас барысында сіздерге түсіндіретін боламын. Ал енді Хаширама Сенжуға кезек берейік. Хаширама Сенжу өз уақыттың ең мықты шинобиі болған соң, адамдар оны шинобилер құдайы деп атаған. Хашираманың мықты болған соншалық оның күшін кураманы бақылауда ұстаған және мәңгілік мангекё шаринганға ие болған Мадараның өзі мойындаған. 4-ші әлемдік шинобилер соғысында Якуши Кабуто қазір өмір сүріп жатқан шинобилердің арасында Хаширамадан күш жағынан асып түсетін шиноби жоқ деп айтқан. Хаширама тайджутсу жағынан да мықты болып, ол Мадара мен тайджутсу жағынан тең түскен. Хашираманың чакрасының жойқын болған соншалық оның чакрасы сыртқа шыққан уақытта қоршаған ортаға зиянын тигізетін болған. Хашираманың жасушалары көптеген шинобилерге үлкен күш берді. Ал Хашираманың өзі 100% Хаширама жасушаларынан құралған. Одан бөлек Хаширама өз чакрасын жоғары деңгейде бақылай алады және сол арқылы ол нинджутсуларды қолдармен тек бір белгі жасау арқылы қолдана алады. Ал Хашираманың денсаулығы мықты болған соншалық ол бір тәулік бойы тоқтамай шайқаса алады және Мадараның сөздері бойынша Хашираманың өз-өзін емдеу қабілеті, яғни регенерациясы, Цунаденікіне қарағанда әлде қайда мықтырақ. Ал өз-өзін қорғау үшін Хаширама бірнеше Рашамон қақпаларын бір уақытта бірден пайдалана алады. Және Хашираманың Мокутоны жайлы менсіз де жақсы білесіздер. Мокутон арқылы Хаширама бір адамды ессіз күйге түсіре алатын гүлді орманды, алып жай орманды, Мокутоннан жасалған големді, мың қолды Будданы, түп нұсқадан еш айырмашылығы жоқ клондарды, алып қолдарды және тағы да басқа көптеген дүниелерді қолдана алады. Ал өзінің сенин моды арқылы Хаширама өз қабілеттерін күшейте алады және Мокутон арқылы Хаширама биджуларды басқара алады.
және де Табирама анимеде қолданған қараңғылық генжутсусын білесіздер ғой. Шын мәнісінде манга бойынша ол Хашираманың генжутсусы болып табылады, және бұл да Хаширама күшінің толық сипаттамасы емес. Мен тек ең басты деген қабілеттерді ғана атап өттім. Ал енді шайқастың сценарийіне көшейік. Ең алдымен тек Эдо сенсей уақытындағы Минато Хаширамаға бақталас бола алатынын айтып өтейін. Себебі өлмей тұрып Минато Курамамотты қолдана алмаған болатын. Сол үшін Эдо Хаширама мен Эдо Минато жазғы жерде кездесіп, екеуінің арасында шайқас басталып кетті делік. Екеуі де бір-бірінің қабілеттері жайлы 4-ші әлемдік шинобилер соғысы арқылы біледі. Ал енді бастайық. Минато бірден Сеннин және артынан Курамамотқа еніп, өз жылдамдығын одан да арттыра түсті, және ол өз кунайларын жан-жаққа лақтырды да өзі оқтай алға ұмтылды. Хаширама да Сеннин модына кіріп, бірден орман өсіруді қолға алды. Бірақ Минато орман үлкейгенше оған жақындап үлгеріп, оны Одама Расенганмен ұрып үлгерді. Айта кетейін, бұл жайттардың барлығы 4-5 секунд уақыт ішінде орын алды, және де 4-5 секунд ішінде Минато Мега Расенган жасай алмайды. Және де 4-5 секунд уақыт өткен себебі екеуі де өте жылдам шинобилер. Бұл нағыз жылдамдық шайқасы, себебі кім жылдамдығын төмендетсе, сол жеңілуі мүмкін. Расенган Хаширамаға тигенімен Хашираманың тек қолы жараланды, себебі ол қолын тосқауыл ретінде қойып үлгерген еді. Минато артқа секірді, ал оның кунайлары Хашираманың қалың орманының ішінде жоқ болып кеткен еді. Хаширама Минатоның артқа шегінгенін пайдаланып, гүлді орманды іске қосты. Минато болса тұтқиылдан бірнеше кунайды Хаширамаға бағыттап үлгерді. Дегенмен мықты сенсор саналатын Хаширама Минатоның қай жерде екенін сезген еді. Сол сәтте Минато Хашираманың қасына түскен кунайдың жанынан пайда болып, ол енді Мега Расенган арқылы Хашираманың кеудесінен соғып үлгерді. Хашираманың денесі екіге бөлінді. Дегенмен Хаширама Мокутон арқылы қабырға жасап, Минатоға соңғы соққыны жасатпады. Бірнеше секундта Хаширама денесі қайтадан қалпына келді, және ол ашуланып өз големі мен мың қолдық Будданы шақыртты. Ал Минато гүлді орманнан тез сытылып үлгерді. Енді ол Хаширамаға қарсы өз соңғы қаруын пайдаланбақ болды. Хаширама өзінің жан-жағынан орманмен қоршап, голем және мың қолды Будда арқылы Минатоны өкшелей қуып, оның әбден мазасын алды. Бірақ өз сәтін күткен Минато кунайын Хаширама тығылған орман арасынан бірақ шығарды да, сол кунай арқылы өз биджудамасын Хашираманың үстіне жіберді. Хаширама болса Рашамон қақпалары арқылы қорғанып үлгерді. Ал Минато Хаширамаға қарай жүгіріп, екеуі тайджутсу арқылы төбелескен сәтте оны өлім құдайы арқылы мөрлеп үлгерді. Солайша екеуі де өлім құдайының ішіне мөрленіп, бұл шайқаста жеңімпаз анықталмады. Егер біз Эдо Тенсейді есепке алмасақ, Хаширама Минатоны оңай жеңе алады. Ал Эдо Тенсей кезінде екеуінің шайқасы тым ұзаққа созылып, Минатоның екеуін мөрлеп тастауымен ғана аяқталуы мүмкін. Себебі Хаширамада Эдо Тенсей арқылы шайқасатын қарсыласты мөрлейтін техника жоқ десек те болады. Себебі анимеде және мангада Хаширама бізге ондай техника көрсетпеді. Немесе Минато мен Хаширама өз пиктік күштерінде белгілі бір симуляторда төбелессе, сол жерде де Хашираманың жеңіске жетуге мүмкіндіктері көбірек. Жалпы Минатоның жылдамдығын авторлар толық ашпаса да, менің ойымша Хаширамадан гөрі Минато жылдамырақ. Ал Хаширама Минатодан нинджутсулардың күші мен регенерация жағынан басым. Менің жеке пікірім мынадай: Хаширама Минатодан мықтырақ, бірақ екеуінің бір-бірін тығырыққа тірей алатын ұтымды жақтары бар. Егер екеуі 10 рет шайқасса, 7 рет Хаширама және 3 рет Минато жеңуі мүмкін. Ал сенің ойың қандай? Өз ойыңды астына жаза кет. Мен бір нәрсені ұмытып кетсем, соны да астына жазуды ұмытпа. Ал егер қызықты әрі күлкілі аниме жайлы білгің келсе, онда мына видеоны көр. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.